Ертегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлде біз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Мен Алматы облысы Ескелді ауданы Абай атындағы орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Өмірзақ Жұлдыз. Біз біргеміз, берік іргеміз дей келе, еліміздің басына түскен қиын жағдайда сақтық шараларын мұқият орындап, жеке басымыздың гигиенасын сақтап, ұстаздарымыздың айтқан сөздеріне құлақ асып отырмыз. Ең негізгі талап үйден шықпауды басты назарда ұстаудамыз. Бос уақытымда алда келе жатқан 4-ші тоқсан қашықтықтан оқыту сабағына дайындық үстіндемін. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Мен Ескелді ауданы Абай атындағы орта мектептің 7-ші сынып оқушысы Құрманжан Мәрмәрмін. Әлемде таралып жатқан коронавирусқа байланысты біз карантинде жатырмыз. Біз қатаң тәртіпті сақтап, үйде отырып және тазалықты ұстасақ, бұл вирусты да жеңеміз деген ойдамыз. Себебі біз өте ынтымақты елміз. Біз біргеміз, біз едеміз. Мен Нұрлан қызы Бөпенаймын. Ескелді ауданының Абай атындағы орта мектебінің 6-ші А сынып оқушысымын. Қазіргі карантинде барлығымыз үйде отырмыз. Уақытымызды босқа өткізбей, пайдалы іспен айналысайық, кітап оқайық, ата-анамызға көмектесейік, сабағымызға жақсы қарайық. Қабыл алда, риза бол, жаратқанның сынағын. Елге түскен өтербастан сәл шыдаса мына күн. Ошақ бөлек болғанымен отын ортақ бауырлар. Үйден шықпа, елді сақта. Үй қазіргі қорғаның, үй қазіргі жайлауың, үй қазіргі жұмағың. Біз біргеміз, жұдырықтай жұмылып, бұл індеттен бірге құтылайық.